Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіле ме? Жауап нұсқалары: тыйым салынады, рұқсат етіледі. Егер қиылысқа дейін басып озу аяқталса, рұқсат етіледі дейді. Көп адам осы жерде дұрыс түсінбей жатады. Ол не деген қиылысқа дейін аяқталу деген? Ол мына қараңыз белгіні, бұл жол бер деген белгі. Оның астында, яғни 100 метрден кейін сіз басты жолдағы көліктерге жол беруге міндетті боласыз деген ескертіп тұр, бұл жерде. Бұл ескерту белгісі емес, басымдық белгісі, бірақ сізге бұл жерде ескерту мақсатында қолданылып тұр. Қараңыз, енді бұл жерде басып озуға дәл осы жерде рұқсат. Бірақ міне, егер қиылысқа дейін басып озу аяқталатын болса, рұқсат. Неге қиылысқа дейін? Себебі егер аяқталмайтын болса, басты жолдағы көліктермен жол көлік оқиғасын тудыруы мүмкін. Сол себептен де осындай жауап. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді дейді. А жауабы: белгінің күші жүру бөлігінің жабыны ылғалды болған уақыт кезеңінде қолданылады. Б жауабы: белгі жаңбыр мен қар жауған кезде ғана қолданылады. Бұл жерде жаңбыр, қар деп жол белгілері бөлінбейді. Міне жол белгілері білесіздер, 7 түрге бөлінеді. Оның ішінде мынандай қосымша тақтайшалар деген белгі бар. Яғни бұл қосымша белгі сізге айтып тұр: мына 50 км/сағат жылдамдықты шектеу, бұл міне белгінің күші жүру бөлігінің жабыны ылғалды болған уақыт кезеңінде қолданылады. Яғни жол ылғал болатын болса, осы белгіге бағынасыз. Ал егер жол құрғақ болатын болса, бұл белгіге бағынбайсыз, яғни бұл белгінің талабын орындамайсыз. Осы жағдайда жарқылдауық маягі қосылған автокөлікке кері бұрылуға рұқсат па дейді. Құрметті оқырман, қараңыз, мына берілген жағдайда бұл көлік бізде бұрылуға болмайтын жерден кері бұрылып бара жатыр. Рұқсат етіледі, егер жол жүріс қауіпсіздігін қамтамасыз етілген жағдайда. Берілген жағдайда көлденең таңбаның үзік екі сызығын кесіп өтуге рұқсат етіледі, тыйым салынады. Қарсы көлік құралдары болмаса, рұқсат етіледі. Бұл реверсивті қозғалыс екенін білеміз. Құрметті оқырмандар, мына видеоның шетінде мен реверсивті қозғалыс не екенін видеоға қалдырып кетем. Соны басып, реверсивті қозғалыс туралы қарай алсаңыздар болады. Әрине бұл жерде тыйым салынады, себебі бұл жерде реверсивті бағдаршам жоқ. Реверсивті бағдаршамға байланысты ол реверсивті жолаққа түсе алады. Қазір бағыты белгісіз. Маршруттық көлік құралдарының қозғалысы қандай бағыттарда рұқсат етіледі? Қараңыз, бұл маршруттық көлік құралдарына арналған бағдаршам. Солға және кері бағытта қозғалысқа тыйым салынады, тек тура және оңға дейді. Қараңыз, мына астыңғысы жанып тұрса, сонымен қоса үстіңгілер жанса, ол кезде рұқсат. Мына жерде тіке және оңға жүруге рұқсат. Егер мына үшінші жанатын болса, ол кезде солға да жүруге рұқсат болар еді. Бұл жерде бізде тек тура және оңға деген жауап нұсқасы болады. Асты жанбаса, үшеуі қатарынан жанып тұрса, жүруге тыйым салынады. Көк түсті автокөлік жүргізушісіне осы жағдайда тіке жүруге рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі, тыйым салынады. Апаттық жарық сигнал беруді қосып, рұқсат етіледі дейді. Қараңыз, бұл жерде бізде міне тіркемемен жүруге тыйым салынады деген белгі тұр. Яғни тіркеме бұл көлікті сүйреу, бұл да тіркеме болып есептеледі. Сол себепті оған тыйым салынады.
Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Тек жеңіл автокөлікке, екі көлік құралына да, ешкімге, тек автобусқа дейді. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде, қараңыз, ол басты жолда тұр. Сол себептен де ешкімге жол бермей өтеді. Ол мына көк автокөлік екінші дәрежелі жолда тұр, автобуста басты жолда тұр, бірақ автобусқа ол оң жағынан кедергі болады. Сол себепті жауап ешкімге. Төменде көрсетілген белгілердің қайсысы реттелмейтін қиылыстарда басымдықпен өтуге құқық береді? Құрметті оқырмандар, бұл жерде көрсетіліп тұрған белгілерді қараңыз. А жауабы барлығы, тек Б, тек А және Б дейді. Енді А және В дейді. Бұл жерде басты жол деген белгі, А жауабы, одан кейін Б жауабы сізге қарсы бағыт алдындағы басымдылығыңызды білдіреді. Одан кейін В жауабы мына сол жақтан екінші дәрежелі жолдың жанасуы деген белгі. Демек, бұл жерде сізге реттелмейтін қиылыста өтуге басымдық беретін мына А мен В белгілері. Мына Б белгісі ол қиылыста емес, сізге бір мысалы көпірден өтуге қарсы бағыт алдында басымдық береді. Бұл қиылысқа қатысы жоқ бұл белгінің. Тығыз көлік ағынында қозғалған кезде жүргізуші қандай арақашықтықты сақтауға тиіс? Алдында қозғалушы көлік құралына дейін 2-3 метр, алдындағы көлік кенеттен тежелетін болса, қақтығысты болдырмайтындай арақашықтық, көлік құралдарының арасындағы қашықтық көлік құралы корпусының ұзындығына тең болуға тиіс. Құрметті оқырмандар, жол ережесінде бізде арақашықтық нақты бекітілмеген. Тек алдындағы көлікпен, ол алдындағы көлік аяқ астынан тоқтап қалатын болса, қақтығысты болдырмайтындай сіздің арақашықтығыңыз болу керек. Сіз тоқтап үлгеруіңіз керек та, тоқтап. Сондықтан бұл жерде Б жауабы дұрыс жауап нұсқасы болып саналады. Көлік құралының жүргізушісіне осындай маневр рұқсат етілген бе дейді. Рұқсат етіледі, тыйым салынады, өтпе жолда жаяу жүргіншілер болмаған кезде рұқсат етілген. Құрметті оқырмандар, кері бұрылатын орындарда бізде осы жаяу жүргінші өткелі бар. Көпірде, эстакадаларда кері бұрылуға болмайды. Міне, жаяу жүргінші өткелінде де прям үстінде кері бұрылуға болмайды. Кейін болады. Бірақ мына көлік үстінде бұрылды. Жаяу жүргінші өткелінің прям үстінде ол кері бұрылуды орындап тұр. Сол себептен де тыйым салынады.